Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі эфирді мен жүргізгелі отырмын. Араларыңызда көбілеріңіз білетіндей, менің есімім Ардақ Болат, Амангелдиев Ардақ Омарлы, осы Омаркет Қазақстан оқыту орталығының директоры боламын. Сабақты мен және Гүлмария ханым екеуміз жүргіземіз. Арман Омарлы болса, ол осы оқыту орталықтың жалпы негізін қалаушысы болып табылады. Қараңыздар, осы соңғы Омаркеттің айналасында болып жатқан жағдайларға байланысты мен бүгін прямой эфир жүргізіп отырмын. Қазіргі таңда Инстаграм және тағы басқа желілерде кіріп қарасаңыздар, Омаркетке оқытатын менмін деп жүрген, бірақ енді өзі бастап жүрген кісілер қаптап кетіпті. Қарап отырсақ, комментариясы бар, басқасы бар, оларға обращениялар тастап, елдер қызығып сеніп жатады. Құрметті достар, алаяқтарға сеніп алданып қалмаңыздар. Омаркеттің Қазақстандағы жалғыз ресми өкілі білім беру жағынан ол біздің оқыту орталық болып табылады. Сондықтан кез келген көзге көрінген Омаркетке оқытам деген адамның артынан еріп жүре бермеңіздер. Бірінші сіздерге беретін советім Омаркет.kz порталының өзіне кіріңіздер. Ішін қараңыздар, алдымен танысыңыздар порталдың өзімен. Одан кейін сол жерде обучение деген кнопка бар. Ең төбесінде главное, новости, сервисы, помощь деп неше түрлі кнопкалар тұрады. Сол жерде обучение деген кнопка бар. Сол обучение деген кнопканы бассаңыздар, біз туралы ақпаратты көресіздер. Омаркет Қазақстан оқыту орталығы туралы ол жерде толық мәлімет берілген. Және ол жерде біздің телефон номер және қазіргі осы жүргізіп отырған Инстаграмда жүргізіп отырған прямой эфиріміздің аккаунты, инста парақшамыздың адресі көрсетілген. Сондықтан оқуға жазылмас бұрын бірінші қай адамнан оқу керектігін біліп алыңыздар. Ол біріншіден. Екіншіден, Омаркеттің өзінің Инстаграмдағы ресми парақшасы бар. Ол Омаркет.kz деп аталады. Бүгін сторисімізға, статусқа біз шығарып қойған болатынбыз. Ол парақша қалай көрсетілетін. Және сол парақшаға кірген кезде ол жерде таплинк бар. Сол таплинк арқылы бассаңыздар, Омаркеттегі соңғы болып жатқан жаңалықтар және тағы басқа ақпараттарды қарауға болады. Сол жердегі сілтемелерді басып, ары қарай жаңалықтармен танысуға болады. Сол жерде курс Омаркет Қазақстан деп жазылып тұр. Ол да біздің оқыту орталық. Ол кнопканы бассаңыздар, прямой біздің Омаркет Қазақстан оқыту орталығының WhatsApp номеріне шығасыздар. Ол WhatsApp номерге біз өзіміз жауап береміз. Ол жерде басқа ешкім емес. Үшіншіден, мен сұмдықпын, 200 миллион тауып жатырмын, бір айда сұмдық сіздерге квартира алып берем, бүйтем, сөйтем деген адамдарды сіздер Инстаграмда көрсеткен оболочкасына, Ютубта көрсеткен оболочкасына қарап мәз болып сеніп қала бермеңіздер. Сіздер олардың данныйларын алыңыздар, компаниясының бейін. Учет.kz деген сайт бар. Сол сайтқа кіріңіздер де жаңағы бейін теріңіздер. Иін ба, бейін ба, несі бар. Теріңіздер, сол кезде налоговый отчет қалай тапсырып жатыр, сол арқылы көресіздер. Ол компания қаншалықты налог тапсырып жатыр, қандай оборот болып жатыр, сол арқылы сіздер байқасаңыздар болады, қай компания қанша ақша тауып жатқан. Мысалы есебінде мен де қазір отырып айта бере аламын сіздерге, сұмдық, мен бір сентябрьдің ішінде 50 миллион теңге таптым, ой, мен деген деп. Бірақ қара халықты өйтіп алдауға болмайды. Ресми өкілдер әрқашан ресми ақпарат береді сіздерге, дұрыс ақпаратты береді. Сондықтан ресми өкілдермен жұмыс жасаңыздар. Себебі өздеріңіз білесіздер, ол қазір Қазақстан жағдайы енді ғана дұрыстала бастады. Өткен жылғы карантиннан кейін көп елдер өзінің жұмыстан айырылып қалды да, қазір оқыту орталықтарда, басқаларда өз қалай ауа жұту керектігінде үйрететін адамдар қаптап кеткен қазіргі таңда, шын айтқанда. Екінің бірі неше түрлі бір нәрселерге оқытып жатады, әйтеуір көзге көрінетіні бар, көрінбейтіні бар, сезінетіні, сезінбейтіні, әйтеуір тойғып ұйықтап жатты да жасайтын, ояу жүрген кезде де жасайтын, оқытатындар көп. Шетінен бәрі мұғалім. Сондықтан ол мұғалім екен деп, бір нәрсе біледі екен деп артынан сеніп жүре бермеңіздер. Бұл жерде маркетинговый ход деген бар. Ол көрсеткен информацияның бәріне алданып қала бермеңіздер. Нақты, по факту, прям
достоверный источникке қараңыздар. Дұрыс қанды ақпарат көзімен танысып алыңыздар. Елдің айтқан сөзіне сене бермей. Сонан кейін барып оқыту орталығын таңдасаңыздар болады. Қай жерде оқығыңыз келеді, қандай форматта оқығыңыз келеді, қандай дәрежеге жеткіңіз келеді, соған байланысты. Енді как Омаркеттің официальный партнері есебінде, спикері есебінде мен өзім туралы сіздерге бір-екі ауыз айтып өтейін. Омаркет туралы ең басынан бастап соңғы этапқа дейін, ақша түскенге дейінгі этапты 100% білетін кісі бар болса, сіздер қанша рет айттым осы уақытқа дейін, прямой эфирға шақырыңыздар. Егер біреу мен білем, сұмдықпын дейтін кісілер бар болса, шықсын прямой эфирға. Тілдесейік, кез келген уақытта маған жазсын, прямой эфирға шығайық, сонымен отырып сөйлесейік. Егер біреу кім Қазақстанда Омаркетті мен білем десе, прямой эфирға шықсын, бір-бірімізге 3 немесе 5 сұрақтан қойып, кім қалай жауап береді, қандай нақты информациясы бар, соған қарай өздеріңіз көресіздер. Кім шын мәнінде спикер, кім болса өтірік спикер екенін. Спикерлікті де адамдар өзімен өзі бүйтіп ала салмайды. Мен спикермін деп айтам. Неліктен? Себебі біздің оқыту орталықпен Омаркет порталы, яғни Центр электронной коммерции, сол компаниямыздың ортасында меморандум бар. Официальный партнеріміз біз. Ортада документ бар. Сол құжат арқылы жұмыс жасағанның арқасында Омаркеттің бізге берген, ресми түрде берген жұмысының жаңағы жүктеген, атқарған, аманат қылған шаруасының арқасында біз спикер атанып отырмыз. Ал Омаркеттің ішінде 2 заказ поставка жасап, 15 000 теңге ақша тауып, мен спикермін, мен 15 миллион жауып атырмын деген бәрі спикер емес. Бізге оқыту орталығына үлкен компаниялар да келеді. Оның ішінде Омаркетке тіркеліп, жұмыс жасай алмай жүргендер қаншама. Мысалға, Құдай қаласа скоро видеосын, фотосын шығарамыз. Бір кісі бізде офлайнда жүр. 380 тауар тіркеп бізге келген, оған дейін бір заказ келмеген. Сөйтіп бізден бірінші күн курс өтіп кеткеннен кейін қаншама аналитический не жасап, проверка жасап, ол кісінің компаниясының ішіне техникалық жағынан қаншама ошибка тауып, соны исправить етіп жібердік. Ертесіне келіп тұр, маз болып 3 заказ келді дейді. Енді сол заказдар қазір күнде келіп жатыр, и сол заказдарды қазір поставка жасаумен айналысып жатыр. Бізде курста бір немесе 2 поставка деп шектемейміз. Оқу барысында қанша поставка жасай аласыз, соның бәріне сопровождение жасаймыз. Ол біріншіден, екіншіден 12 ай сіздерге біз қызмет көрсетеміз. Қызмет түрі ол тек қана ана кнопканы басасың, мына кнопканы басасың деген дәрежеде жүрмейді. Біздегі техникалық көмек сіздерде нақты қандай да бір сбой болған кезде, парақшаларыңыз жаңағы Омаркеттегі дұрыс жұмыс жасамай тұрғанда, ақпаратыңыз дұрыс шықпай тұрса, керек документтеріңіз жаңағы наклейка, накладной, транспорт накладной, товар накладной шықпай тұрса, курьер шақырған кезде келмей жатса, немесе жіберген тауарыңыз сынып, майысып, төгіліп, ағып, жаңағыдай неше түрлі жағдаймен барса, кешіксе және тағы басқа моменттарда біз сіздерге барлық көмекті көрсете аламыз. Ол жерде не жасау керек және қалай жасау керектігі туралы. Ондай қиыншылықтар кезінде сізге Омаркеттің техподдержкасына звондап, немесе почталарына жазып, оларды күтіп, жауабын сөйтіп күйінудің қажеті жоқ. Біздің жабық чатта бір ауыз сөз жазып жіберсеңіз, біздің жабық чатта Омаркеттің негізін қалаушысы Біржанов Дархан Аманұлы деген кісінің өзі отырады. Ол кісі сіздер мен біздердің пенсионный системадағы именно калькуляциясы бар ғой, бәріміздің пенсиямызды есептейтін. Сол калькуляцияның системасын енгізген, госзакуптың сайтын разработкасын жасаған, және одан басқа қаншама мемлекеттік маңызы бар 7-8 проекті осы уақытқа дейін жүргізген кісі болып табылады. Сол кісі осы Омаркетті де ойлап тауып, сөйтіп полный системасын аяқтандырып жатқан кісі. Сол кісі біздің жабық чатта отырады өзі. Сол кісінің өзі де сұраққа жауап береді. Одан қалды, ол жерде техникалық поддержкада жұмыс жасайтын біздің қыз бар. Сол жерде сіздердің қойған сұрақтарыңыздың барлықтарына олар толыққан жауап беріп, техникалық проблемаларыңызды момент сол жерде шешеді. Мысалыма кеше бір кісі айтады, тіркелген кезде поштамды дұрыс жазбадым,
одан кейін НДС болып кетіпті, мен негізі НДС емес едім дейді, және тағы басқа дейді. Техникалық түрде сіздерде как поставщик есебінде ондай данныйларды өзгерту мүмкіншілігі қарастырылмаған сіздер тарапынан. Оны өзгерту үшін техподдержкаға хабарласып, очередьқа тұрып, және тағы басқа ол задача қойды, үйтеді, бүйтеді, 1-2 күн уақытыңыз кетеді. Біздің жабық чатта ондай дәрежедегі сұрақтар 5 минут, 10 минут көлемінде шешіледі. Біз сұрақтардың барлығына сөйтіп жауап береміз. Оған қалды. Осы 28-29 қыркүйек күндері Омаркетте көптен күткен обновление болды. Ол корзинаның системасы енгізілді. Корзинаның системасы енгізілгендігі туралы толыққанды ақпаратты ең бірінші біздің жабық чаттағы кісілер естіді. Ол Омаркеттегі негізгі жүріп жатқан обновление. Ол жаңалықты олар естіді, арасында түсінбеген жерлері бойынша сұрақ қойды. Мен сол кезде сұрақтарына полный разъяснениесін жасап, түсіндіріп, қандай ситуацияда қалай жасау керектігін айтып бердім. Енді алдымызда тағы да қаншама обновлениялар күтіп отыр. Сол обновление туралы ақпараттарды біз алдын ала айтып отырамыз. Қай кезде қандай обновление болады, примерный уақытпен қанша уақытта ол енгізіледі, және сол сіз мысалыма бүгін курс өтіп, толық бәрін жаңағы поставкаңыз жасадыңыз, үйрендіңіз деп есептейік. Енді келді желтоқсан айында ма, немесе наурыз айында ма үлкен бір обновление болды сайтта. Сіздер ол ақпараттарды, толық ақпаратты бізден тегін аласыздар. Бізде андай жоқ, 2 айға, 3 айға, жарты жылға деген. Бізден бір рет курс өткен кісілердің барлығына автоматты түрде 12 айға поддержка беріледі. Неліктен? Сіздерге олдың да сырын айтып өтейік. Біз алғашында қыста курс бастағанымызда 1 күн жүргізетінбіз сабақты. 4 сағат, 3,5 сағаттың ішінде. Кейін 2 күнге создық. Уақыт өте келе 4 күн, 5 күнге созып көрдік. Одан кейін ол курстарды қазір түрлі форматта 1 ай көлемінде де, басқа да форматтарда өткізетін болдық. Себеп не болды? Жалпы, қаласаңыздар, мен Омаркетті 2 сағаттың ішінде айтып бере аламын, негізі теория жүзінде. Бірақ сабақ барысында теория жүзін үйреніп кеткен кісі, ол ақпараттың 80%-ын ұмытып қалады, практика кезінде қиналады. 20% ғана есінде қалады. Ал егер асықпай үйреткен жағдайда ол кісінің есінде 80% ақпаратты есінде қалады, 20%-ын уже консультация, сопровождение кезінде жаңағыдай сұрақ жауап есебінде ала береді. 80 немесе 90%-ын осы практикалық түрде бәрін үйреніп кетеді. Енді қараңыздар, практикалық түрде неге 100% емес? Омаркетте негізі білу керексіздер. Негізгі ауыр тақырыптардың бірі ол доставка. Доставка әр ситуацияда әр түрлі жүреді. И ол жерде сіздің тауарыңыздың салмағына, көлеміне, тауарыңыздың құндылығына, және точка А-дан точка Б-ға дейінгі расстояниеге қарай әр ситуация индивидуально қаралады. Сабақ барысында сіздерде кейбір ситуациялар туындамауы мүмкін техникалық барысынан, жаңағыдай сіздерде техникалық және тағы басқа проблемалар болмауы мүмкін да, ондай жағдайларда. Сол ситуацияларды енді сабақ барысында болмады екен деп біз жасырып қалмаймыз. Сіздерге оны толық айтып береміз. Қосымша келіп сұрасаңыздар болады. Жабық чатымыз сіздерге сол үшін арналған. Оған қосымша Омаркетте сұранысқа ие жалпы негізі 101 нәрсе мың тауардың түрі бар. Қай тауар қаншалықты сұранысқа ие болып жатыр, оның ішінде қаншалықты тауарлар сұранысқа ие және ол тауар Омаркетте жоқ, поставщик әлі бағасын қоймаған деген позициялар бар. Сол позициялардың біз 2,5 мың списігін, 2,5 мың тауардың списігін береміз сабақ барысында. Оған қоса, чтобы жаңадан бастап жатқан кісілер қиналмас үшін ИПА ашу, одан кейін жаңа госзакупқа тариф төлеу, тіркелу, госзакуптағы электронды акты жабу, накладной документтар, электронный счет фактура жабу, одан кейін ИП-ның отчеты 910 форман. Сол бойынша толық ақпаратты біз тегін береміз қосымша, чтобы жаңадан келген кісілер ешқандай вопроспен басқа бір платный курстарға, немесе басқа бір жаңағыдай жеке физлицолар болады ғой, оқытатын, немесе жаңағыдай услуга жасайтын, отчетін тапсырып беретін басқаларға, соларға барып қызметін сатып алмасын деп біз полный пакет жасап қойғанбыз сіздерге. Бізге оқуға келіп,
екінші қайтып басқа о-маркет оқыту орталығын сіздер іздемейсіздер. Өйткені бізден асқан о-маркетті үйрететін жерді сіздер таппайсыздар. Осы уақытқа дейін болмаған, бізден асатын қазір алдағы уақытта болады. Навряд ли мен сіздерге 100% гарантия беремін. Өйткені біздің ортада документ бар. Ол туралы біз январдан бері айтып келе жатырмыз. Официальный документ бойынша біз официальный партнеріміз. Міне қазірдің өзінде мен сіздердің алдарыңызға тікелей эфирға шығып отырмын. Мен мысалға ешкімнен біздің оқып өткен кісілер бар, және оқығысы келіп жүрген кісілер бар, және тағы басқа кісілер бар, жаңағыдай о-маркетті оқытамын деп жүрген. Мен ешқайсынан мысалға жасырынып, тығылып, дайын видеоларды сатып, сөйтіп қойып отырмаймын. Егер YouTube болмаса басқа бір площадкада болса, прямой эфиріміз, значит, мен алдын ала бір видео түсіріп алып, сосын сіздерге көрсетіп отырмын деген сөзді. Ал қазір Instagram арқылы готовый видеоны қойып қою мүмкін емес, өздеріңіз білесіздер. Мысалға, мына жерде Ардаков Қуаныш деген кісі бір сұрақ қойып жатыр ма, бір нәрсе жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, заявка қабылдаған кездегі төленетін комиссия қайтарылып беріле ма? Міне, өздеріңіз көріп отқандай, мен тірі адамын, кәдімгі тікелей эфир болып жатыр. Егер біз дұрыс емес оқытатын болсақ, онда бізге қазір осы прямой эфирға елдер шығып, қаралап бетімізді, осы жерде не бір сөздерді айтып, бізге ұрысып, жаңағыдай басқа нәрселер жасайтын еді, егер алдап елдің ақшасын алып алып, ертең жоқ болып кетіп жүретін адам болсақ. Осыны дәлелдеу мақсатында біз прямой эфирға қанша рет шығамыз. Мысалы, жаңағы Ардақов Қуаныш мырзаға жауап беретін болсақ, заявка қабылдаған кездегі төленетін комиссияның екі түрі бар. Біреу тауардың комиссиясы, біреу доставка. Доставканың ақшасы сізге қайтарылады, комиссия қайтарылмайды. Ол о-маркеттің сізге беріп жатқан қызметінің ақшасы. Ол сіз о-маркет порталымен пайдаланғаныңыз үшін төлейтін ақша. О-маркет порталына не үшін ақша төлейсіз? Өйткені о-маркет порталы ол частный компания. Ол ТО Центр электронной коммерции деп аталатын компания. Ол госпроектпен жұмыс жасап жатыр. Неге олай? Өйткені қаржы министрлігі осы электронды дүкенді енгізетін кезде тендер объявлять кім осын жасап береді деп. Сол кезде ТО Центр электронной коммерции жоғарыда айтып өткен Біржан Тархан Аманұлы деген кісі, директоры генеральный және разработчигі, сол тендерді 1 теңгеге ұтып алған. Сөйтіп өз қаражатына осы компанияны аяқтандырып, қазір жұмыс жасап жатыр. Мемлекеттен ешқандай бір көмек жоқ. Сондықтан ол өзінің берген қызметіне жай ғана хотя бы разработчиктар бар, аналитик бар, техподдержка бар, тағы басқа офисінің арендасы бар, офисына керек техника бар, высокоскоростной интернет қажет, олардың өздері тупить етпеу керек қой, енді сайт болғаннан кейін. Жаңағы серверлары бар, неше нәрселердің ақшасын төлеу үшін оған мысалы қаражат қажет, ол постоянно өз қалтасынан шығара бермейді. Сондықтан сізге сол қызметті берген үшін прямой, сіз мысалға обеспечение төлемейсіз, сіз мысалға бірнеше күн жүрмейсіз, договор андай ценовкадағы сияқты бағаңызды беріп, протокол итог күтіп, немесе конкурстағыдай екі этаппен документ тапсырып қиналмайсыз. Сіз тауарыңыз шығардыңыз, заказ келді, қабылдадыңыз, прямой бір күннің ішінде жұмысқа, договорға қол қойдыңыз да, бір жұмыс күн ішінде. Сөйтіп тауарыңыз жібердіңіз, притом ол тауарды сіз о-маркет өзі жеткізіп береді. Осының арқасында, мысалы есебінде, осы қызметтердің барлығының құны сол сіздің сатқан тауарыңыздың 3 пен 10% ортасында жүреді. Әр категорияға өзіндік бір проценті бар комиссиясы. Соны төлейсіздер. Осыған орай, достар, ескертіп өтейін, ешқандай да бір оқытам, керемет қылам, бүйтем, сөйтем деген адамдардың артынан еріп кете бермеңіздер. Егер нақты результатқа дейін жетіп, 12 ай поддержканы алып, бүкіл ақпараттардан хабардар болып отырғыларыңыз келсе, притом ең бірінші болып, оның үстіне қоса дұрыс ақпараттарды алғыларыңыз келсе, ресми оқыту өкілдеріне хабарласыңыздар. Біз былайша айтқанда о-маркеттің имиджін сақтайтын компаниямыз, біздің оқыту орталық. Сондықтан да мен қазір осы тікелей эфирге шығып, сіздерге осы бойынша ескертіп отырмын. Алдағы уақытта оқығыларыңыз келсе, немесе басқа да бір сұрақтарыңыз туындаса, бізге хабарласыңыздар. Бірінші болып шыққан, алдыңызда шыққан адамның маркетингіне сеніп, бастарыңыз айналып, ертең бармақтарыңыз шайнап жүрмеңіздер. Қазіргі таңда қазақ десең өзің етеді, бірақ ішінде де алаяқтар бар. Олардың бәріне сеніп қала бермеңіздер. Біз сияқты тегін тікелей эфирді январдан бері ешкім өткізбеген. Біз осы уақытқа дейін
уже 100 сағаттан аса уақыт тікелей эфир өткізіп тастадық. Оның қаншамасы Инстаграмда бізде парақшамызда сақталып тұр. Оның қаншамасын ютубқа жүктеп қойғанбыз. Ол информациялардың барлығы бәріне қол жетімді күйінде тұр. Мен мысалыма қазіргі тікелей эфирді де алып өшіріп тастап тығылып отпаймын. Өйткені бетім таза болғаннан кейін, ешкімнің алдында ешқандай да бір алдамағаннан кейін емін еркін жұмысын жасай беремін. Және қазіргі прямой эфирді осы тақырыпты тоқтатып, келесі тақырыпты бастау үшін басқа видео запускай етемін. И сол жерде уже техникалық сұрақтарыңыз болса, тағы да басқа моменттер бойынша сөйлескілеріңіз келсе, онда сол жерде жалғастырамыз. Ал қазіргі тікелей эфирді өшіріп, бұны как ескерту есебінде өзіміздің парақшамызға сақтап, артынан бұл видеоны өзім телефоныма жүктеп, ютубқа салып қоятын боламын. Бұл тақырып негізі ескерту тақырыбы. Алаяқтардың артынан арбалып, ертең бармақтарыңыз шайнап жүрмеңіз деген мақсатта жасалынып отқан тікелей эфир. Ал егер ары қарай сөйлескілеріңіз келсе, онда келесі тікелей эфирге қосыңыздар. 2 минуттан кейін мен қайттан тікелей эфирімді жалғастырамын.